Баршаңызға сәлем. Мынау мен жәрмеңкеден алған тәтті бұрыштарым. Бұны мен қысқыға сақтауға, яғни фарш салуға дайындап жатырмын. Осыны қазір мен жуамын және жеке-жеке пакеттерге салып, бөліп салып, қатыруға дайындап қоямын. Мына жерлерді мен ашып қойдым, әдейі аузын кеңдеуін еттім. Фарш салған кезде ыңғайлы болсын деп. Мынаны мен лақтырмаймын. Жан-жағын мен қазір алып, оны жуып, турап пакетке салып қоямын. Және мына дәндерін де тастамаймын. Оны қазір сіздермен не істейтінімді көрсетемін. Міне мен 9-дан 12-ден бөліп салып қойдым. Қазір енді оны тоңазытқышқа салып тастаймын. Кез келген уақытта алып, ішіне түрлі салмасын салып, тамақ ретінде пісіруге болады. Міне мына туралған, тазаланған бұрыштарды мен былай турап, қазір пакетке салып қоям. Ал мынаны осылай тазалап қойдым. Бұны енді кептіру керек. Міне менің бұрыштардың дәндері кепкен, құп-құрғақ, ешбір ылғал болмауы қажет. Енді біз оны ұсатамыз. Мен осындай блендерге ұсатамын. Өте жақсы ұсатады. Барлығын салып, батырмасын басып, сізге ұн тәріздес етіп ұсатып береді. Енді бұл ұнтақты сіз тамақта немесе басқа дәмдеуіш ретінде қолдансаңыз болады. Бірақ егер сіздің асқазаныңыз ауырса, оны енді абайлап жейтін боласыз, қосатын боласыз. Өйткені кез келген жаңағы асқазанға ауыратын адамдардың кейбір дәмдеуіштерге жаңағы кішкене асқыну мүмкін. Соны ескере отырыңыздар. Міне менің блендерім ұнтақтап берді. Жаңағы ұнтақты мен осындай кішкентай ыдысына салып қоямын. Тамақ пісірген кезде, ет қуырған кезде осы ұнтақтан, бұрышынан қолданатын боламын. Егер менің ысырап болмайтын әдісім сіздерге ұнаса, лайк басып, қоңыраушаны басып, мені қолдап коммент жазсаңыздар болады. Аз болсын.